Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханға арналған жеңіл салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырамыз. Керек қоспаларымызды дайындап аламыз. Қызыл пиязымызды ұзынша етіп турап аламыз. Менде мына жерде пияз өте үлкен болғандықтан жартысын пайдаландым. Пиязымызды бөлек ыдысқа салып маринадтап аламыз. Ол үшін пиязымыз батып тұратындай үстіне суық су құямыз. 1 ас қасық уксус, 1 ас қасық қант қосып араластырып қойып қоямыз. Салатымызға қосатын етті алдын ала тұзды суға пісіріп аламыз. Кез келген етті пайдалана берсеңіздер болады. Менде мына жерде сиырдың етін пайдаландым. Етімізді соломка етіп турап аламыз. Келесі қызанағымызды ірілеу етіп турап аламыз. Черри қызанағында пайдалануға болады. Негізі черри қызанағын пайдаланатын болсаңыздар, ортасынан бір ғана бөліп турайсыздар. Келесі ірілеу етіп кинзамызды тураймыз. Кинзаның орнына кез келген укроп, петрушка сияқты жасыл шөптерді пайдалана берсеңіздер болады. Салат жапырағын қосамыз, қолмен үзіп ірілеу етіп турайсыздар оны да. Барлығын турап дайындап алдық. Енді кең ыдысымызға тұздалған қиярымызды саламыз. Қызанақты және тұздалған саңырауқұлақты саламыз. Кинзамыз бен салат жапырағын қосамыз. Суын әбден сорғытып алып, қызыл пиязымызды да қосамыз. Туралған етімізді салып, үстіне аздап тұз себеміз. Соя тұздығы мен зәйтүн майынан қосып, жақсылап араластырамыз. Зәйтүн майының орнына күнбағыс майын қосуларыңызға да болады. Осымен біздің салатымыз дайын, дәмі де, түрі де өте керемет. Міндетті түрде жасаңыздар, әсіресе мерекелік дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді, әдемі салат. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштаспаймын. Алдыда әлі де неше түрлі салаттардың, басқа да тағамдардың рецепттерін салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.